Бүгін біз сіздермен вареная сгущенка қосылған кекс дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаға қантымызды қосып, миксермен араластырамыз. Үстіне сары майды ертіп құямыз және миксерлейміз. Енді сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Және оның үстіне ас содасын қосып миксерлейміз. Енді ситадан ұнымызды өткізіп, саламыз және жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болдық. Міне қамырымыз осындай сұйықтықта болады. Енді формамызды дайындаймыз. Осындай кекстің формаларын кондитер дүкендерінде сатады. Осындай ішіне қағаздарын салып шығамыз. Енді осылай қасықтың көмегімен салып шығасыздар. Мен арасына вареная сгущенканы қостым. Егер болмаса, қоспаса да болады. Немесе қара мейіздерді қосса болады, орех қосса болады. Әркімнің өз қалауынша. Вареная сгущенканы салып болғаннан кейін үстінен тағы бір құйып шығасыздар. Енді духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіресіздер. Міне біздің кекстарымыз духовкадан шықты. Піскенін осылай ағаш таяқшасымен тексеріп көресіздер. Біздің кекстарымыз әдемі болып шықты. Түрі де өте сүйкімді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып қойыңыздар. Сіздерге іші қалай піскенін көрсетейін. Өте жұмсақ, дәмді болып піскен. Міне ортасы өте керемет болып шыққан. Сіздермен Алия.